қарызым бар, күнде звондайды ғой. Брат, ағаң қарызды қашан қайтарасың, қарызды ораза келеді, оразаның бірінші күні звондайды маған. Брат, осы мен айттым, бауырым дедім, ораза бітсінші, қарызыңды қойып тастаймын иншаллах. Алла нәсіп етсе, оразаның біткен күні қойып тастаймын саған. Аллахқа тәуекел деймін. Аллам деймін де, сен қолыңнан келмейтін нәрсе жоқ. Сенің барлығын нәрсе, сен болмайтын нәрсені болдыртасың. Барлығы қолыңнан келеді. Аллам мені осы 100 миллион қарызымнан құтқаршы Аллах деп ораза басталғалы дұға қыламын ғой. Ораза басталғалы мешіт, тарауық, тахаджуд оқимын, күнде тахаджуд оқимын. Алла менің қарызымды құтқаршы. Осыдан бір саған оп-оңай Аллам деймін де. Сөйтіп ихтикафқа шығамын ғой соңғы 10 күнде оразаны. Ихтикафта дұға қылып жүрмін. Бұл жерде тек қана намаз оқисың, Құран тыңдайсың, Құран оқисың, арабша Құран оқып үйрендім деген сияқты. Арабшасын оқып, сол Құран сол кезде мен дұға қыламын. Алла, 100 миллион қыл. Саған дүние емес қой. Сөйтіп мешіттің ішінде келдім. Бір бауырым кездеседі. Өте жақсы араласады. Мен сен интервьюңда жылай бердік қой кәдімгі. Сөйтіп жаңа бауырым кездесіп қалады. Атын атағым келіп тұрған жоқ. Поддержка жүретін бауырым. Ассалаумағалейкум бауырым, қалайсың? Қазақ, екі қазақ кездесіп қалдық мешіттің ішінде. Құшақтасып тұрып, қалай ихтикаф қалып өтіп жатыр? Иә, жақсы. Қиналып жатқан жоқсың? Жоқ, қиналып жатқан жоқсың. Тоңып қалған жоқсың? Сөйтіп әңгіме етіп. Маған айтады, Жақан, сен 100 миллион қарызың бар ғой дейді. Оны осы жақта жүрген кезде, оразаның кезінде бір кездескенде айтқам, қиналып кеттім, 100 миллион қарыз. Өткенде қарызың туралы айтып едің ғой дейді. Иә. Сонымен жауап берейінші дейді. Қандай күшті дос.